Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін мен Ордабасы және Тобыл арасындағы финал кубогының ойынына келдім. Бүгінгі ойын қызық болайын деп тұр. Себебі бүгін Тобыл кубокты ұтып жатса, келесі маусымда лига конференцияда өнерін көрсете алады. Ал Ордабасы жеңсе, осы маусымдағы екінші трофейін жасауы мүмкін. Және де тағы да айта кететін бір маңызды нәрсе, Ордабасы ұтып кететін жағдайда Астана Лига Европында жорығын жалғастыру мүмкін, ал Қайрат Лига конференцияда ойнауы мүмкін. Сондықтан да шымкенттіктерден бөлек Астана мен Қайрат бүгін Ордабасыға балет етеді, жанкүйер. Ал біз алаңға кеттік, сәттілік. Тобылдың ойыншылары алаңға шықты. Адамдар бір шама келді, әлі де келетін сияқтыз. Өздеріңіз білесіздер, халық кешігуді жақсы көреді. Сондықтан да тағы да адамдарды күтеміз. Алаңға шықты. Тобылдың жанкүйерлері арнайы Қостанай қаласынан келіп, командасына жанкүйер етуде. Ордабасы шабуылы. Евгений Макаренко. Ойынның 3-ші минутасы, есеп әлі ашылған жоқ. Жақсы ойынға сенеміз, күтеміз. Ел намысы, ер намысы. Қостанайдың атақты кісілері, тұрғындары, дүниеге келген, жалпы Қазақстанның тарихындағы үлесін қосып кеткен азаматтар. Респект. Мықты перформанс. Ордабасы шабуылы. Беседин Артем. Шахбоз Умаров. Умаров Шахбоз. Макаренко. Ауро. Естейді екен Ауро. Коновалов допты қайтарып алды. Есеп әлі ашылған жоқ. Жағдай солай. Ойынның 13-ші минутасы, есеп әлі ашылған жоқ. Ойын көп уақыты алаң ортасында өтіп жатыр. Екі қақпашы да дәл қазір демалып тұр, қысқашалай айтсақ. Сондықтан әзірше қауіпті сәттер болмай жатыр. Гафуржан Сүйінбаев. Гафур. Шахбоз Умаров. Ауро. Ордабасы. Қақпашының қателігі гол кіріп кете жаздады, бірақ қорғаушы қателеспесе Матич допты шығарып жіберді.
Есеп әлі ашылған жоқ. Ойынның 18 минут. Айып соққы Ордабасының орнауында. Доп алаңның сыртына кетіп қалды. Өкінішке орай. Есеп әлі ашылмады, 0-0. Обор Абдухоликов. Ауро. Мамадун Боджи. Бернардо Матич. Өте қауіпті сәт еді. Шайзаданың қақпасында гол кіріп кете жаздады, бірақ бағананың бер жағынан кетіп қалды. Есеп әлі ашылған жоқ. Бірінші тайм бітуіне 2 минут қалды. Бірінші тайм аяқталды. Ойын қарқынды болды деп айта алмаймыз, себебі ойын көбісі алаңның ортасында өтті. Ал қауіпті сәттер болса завершенияға жетпей, голдар болған жоқ. Сондықтан да қызықтың бәрі екінші таймда болады деп сенеміз, күтеміз. Ордабасының жанкерлері, шымкенттік жанкерлер көбісі Шымкент қаласынан келген болатын. Ал бізде екінші тайм басталды ойыннан. Жаңа ғана қауіпті шабуыл болған еді. Қазір допты шымкенттіктер шығаратын болады алаңға. Міне, Ауро. Обер Абдухоликов. Беседин. Беседин. Пайынка жасағысы келді, әдемі салғысы келді, бірақ доп тым үстіге кетіп қалды. Сондықтан әлі де есеп ашылған жоқ. Ойындан 50-ші минутасы. Евгений Макаренко бұрыштама добын орындады. Өкінішке орай доп қақпаға кірген жоқ. Есеп әлі де 0-0. Жанкерлер ереже бұзылды деп айтып жатыр. Өкінішке орай төреші ештеңе айтқан жоқ. Ордан орындауында айып соққы. Тәртіп бұзуы. Допты ойынға тобыл қасатын болады. Есеп әлі де ашылған жоқ. Ордабасы тағы да айып соққысы ондайтын болады. Өкінішке орай бұл айып соққыдан ештеңе шыққан жоқ. Есеп әлі де өзгерген жоқ. Алаңда жау болса, ойыннан кейін бір-бірлерімен қол алмасып жатыр. Екі команданың ойыншылары.
өте қуанышты. Бұған барлық себептері бар деп айта аламыз. Менің алдымда тұрған Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншысы Ислам Чесноков. Ислам, поздравляю тебя с победой в Кубке Казахстана. Поделись эмоциями. Потрясающие эмоции. Я говорю, первый трофей в моей жизни. Это просто непередаваемые эмоции. Я очень рад. И то, что я поздравляю всех болельщиков с заслуженной победой. Вот так что ты сегодня забил победный гол, единственный. Вот так же расскажи об этом. Я говорю, мы команда, любой мог забить этот гол, и также вся команда бы радовалась. Это ничего не значит, просто мы хорошо сыграли сегодня в командную игру. А что можешь сказать об атмосфере стадиона? Все-таки сегодня приехало большое количество болельщиков из Костаная. Всегда на Астане-арене приятно играть при своих болельщиках. Огромная благодарность нашим болельщикам, что приехали. Поздравляю их с таким трофеем. Менің алдымда тұрған Тобыл футбол клубының ойыншысы Игорь Иванович. Игорь, поздравляю тебя с победой. Поделись эмоциями от игры, от победы. Самое главное, что выиграли. Спасибо всем, кто приехал здесь на игру. И хочу поздравлять твою команду, что дали все силы на поле. И самое главное, что выиграли эту игру. И все. Что скажешь об атмосфере стадиона? Все-таки приехало большое количество фанатов из Костаная поддержать вас. Приехали из Костаная, только на автобусе ехали, чтобы были с нами. И самое главное, что выиграли. Поздравляю всем. Все. Если не ошибаюсь, это твой первый трофей, да, в Казахстане? Первый, да, первый. Поздравляю вас еще раз с победой. Поделитесь эмоциями от сегодняшней игры. Что сказать? Первое, спасибо
ребятам, которые дали всю свою силу на поле. И мы знали, что будет тяжелая игра, и анализировали друг соперника, и уже не знаем, что играем против шампиона Казахстана. Но спасибо хорошим нашим болельщикам, которые пришли. Это далека дорога, но спасибо им большое за поддержку весь год, не только сегодня. Весь год у нас максимальная поддержка была наших болельщиков. Это трофей, это кубок есть за наши болельщики, за наш город, за область Костанай, самое главное. Что еще? Да, эмоций много, не буду ничего больше сказать, но еще раз спасибо моим футболистам, которые сделали это, что сделали сегодня. Вот, во время игры моментами казалось, что игра идет к серии пенальти. Вы до матча тренировали серии пенальти? Готовились? Знаете, мы все тренируемся, футбол должен все тренироваться. Но я уверен был, что у нас будут моменты. Да, сделали моменты, и хорошо из замены ушли и поменяли игру. Самое главное, что забили гол вовремя и потом держали плотность максимальную, агрессивность максимальную. Хорошо обороны работали все вместе, как команда. Спасибо моим ребятам, которые это сделали сегодня. Вот, многие фанаты Ордабасы под конец игры жаловались на судью. Вы что можете сказать? Это не вопрос за меня. Я думаю, что судья был очень хороший сегодня, поэтому я не буду комментировать вообще. Это не вопрос. Также последний вопрос. Вот, на новостях вот СМИ пишут о том, что вы уйдете из команды, даже несмотря на то, что вы выиграли кубок, да? Что можете сказать об этом? Ну, пускай пишут. Это нужно, и журналисты работают, как работают. Поэтому пускай думают, где буду, что буду. Самое главное, что в прошлом году выиграл чемпионство. Я как молодой тренер, мне нужно развиваться тоже. В прошлом году выиграл чемпионство. Сейчас выиграли кубок. Буквально за год очень серьезные вещи сделали, что касается моей карьеры. Поэтому посмотрим, как дальше, что дальше. У меня контракт закончился буквально через 3 дня. Потом посмотрим, где что будет. Все, спасибо. Еще раз победа. Удачи. Бүгінгі футбол күні өз дегеніне жетті. Тобыл Қазақстан кубок иегері болып атанды. Оларды құттықтаймын, барша қостанайлықтарды құттықтаймын. Ойын өте қызықты өтті деп айта алмаймын. Бірақ та дегенмен жеңіс қостанайлықтардың пайдасында болды. Сондықтан да барша қостанайлықтарды және Тобыл жанкүйерлерін бұл жеңіспен құттықтаймын. Ордабасы болса, Ордабасыға мұнаймасын деп айтамын. Себебі Лига чемпионов алды. Барлық эмоцияларды сол Лига чемпионовқа қалдырыңыздар. Сіздермен болған мен Бегар Сәлімхан. Сау саламатта болыңыздар. Кездескенше.